Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздермен духовкасыз дайын болатын торттың рецептімен бөлісемін. Біз бұл тортты печеньеден жасайтын боламыз. Және сливкиден жасалған өте нәзік креммен толтыратын боламыз. Бізге бар жоғы сливки, какао, сахарная пудра және печенье қажет. Қалауларыңызбен ванилин қоссаңыздар болады. Ең алдымен біз кремімізді дайындап аламыз. Ыдысымызға сливкиді құйып, үстіне сахарный пудрамызды саламыз. Осылай електің көмегімен салып алыңыздар. Енді үстіне ванилин саламыз. Миксердің көмегімен жақсылап шайқаймыз. Біздің сливкиіміз қою болып, аппақ болу қажет. Міне осындай қою масса шығу қажет бізде. Креміміз дайын. Енді мен арасына кремнің бір бөлігін шоколадный қылып жағамын. Сол себептен 4-5 қасық кремнің шетінен бөліп алып, какао араластырсаңыздар болады. Бізде сонда шоколадный крем шығады. Мен бұл кремді тек ортасына ғана бір слой етіп жағатын боламын. Міне араластырып алдық. Енді бізге тортымызды жинау ғана қалды. Осындай өздеріңізге ыңғайлы форма таңдаңыздар. Ішіне пищевой пленка төсеп алдым мен. Ең бірінші слойын осылай астына мешоктың көмегімен крем жағып шығамыз. Кремнің үстіне печеньелерімізді осылай жайғастырамыз. Егер сіздердің печеньелеріңіз қатты болатын болса, суға дереу ерімейтін болса, онда сіздер оның үстін сүтпен жағып шығыңыздар. Кондитерлік щетканың көмегімен сүт жағып шығыңыздар, сонда крем өте жақсы сіңеді. Бір қатар етіп қойып алдық, енді үстіне тағы да кремімізді жағамыз. Дәл осылай видеода көрсетілгендей, барлық слойын өстіп қойып шығыңыздар. Мен 2-3 слой қойғаннан кейін арасына бір қатар етіп шоколадный кремді жағамын. Бетін тегістеп, тағы да печеньелерді жайғастырамын. Дәл видеода көрсетілгендей жайыңыздар. Бұл торт өте тез дайын болады. Және кішкентай балаларға жасап берсеңіздер де болады. Аяқ астынан бір торт жегілеріңіз келіп қалса, дереу дайындай салғанға таптырмас рецепттердің бірі. Біздің ең соңғы қатарымыз осылай печеньемен аяқталады. Бетін пищевой пленкамен жауып, енді жарты сағатқа, 1 сағатқа қойып аламыз. Міне, менде жарты сағат өтті. Енді тортымызды тарелкаға салып аударамыз. Печеньелеріміз астында қалуы қажет. Кішкене бетін тегістеп, үстіне мен шоколадный глазурь құямын. Міне шоколадный глазурьім дайын.
Микроволновкада ерітіп алдым. Бетіне толықтай құйып шығамыз. Шоколадымыз міндетті түрде суыған болуы қажет, ыстықтай құюға болмайды. Енді мен бұл тортты үлкен етіп 6 бөлікке бөлемін. Міне, менде 6 кусок шықты. Бетін өздеріңіздің қалауларыңызбен әсемдесеңіздер болады. Мен осындай конфеттер қоямын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді және өте тез дайын болады. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк қойып, тіркеліп кетіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет, сіздермен бірге болған Гүлзира.